Şimdi şöyle düşünün. Бұны былай түсінесіз. Мына жер Şurası Pakistan, mına yer Afganistan. Şurası Afganistan. Мына Şurası жерде da Pakistan. Şeye gelen. Çin'le sınırı Қытаймен olan yer, шекаралас değil mi? жатқан жер Pakistan. Pakistan мен Çin'le Қытайдың ilişkileri қарым-қатынасын білеміз. Çin'le Соңғы кезеңдері son dönemde олар Amerika Америка мен şerifinden Вашингтоннан sonra гөрі yani Қытаймен sonra әлдеқайда çok daha тығыз sıkı bir қарым-қатынаста. ilişkileri var. Hem Экономикалық та әскери hem де de мағынада askeri anlamda. тіпті Hatta олардың uçaklarını ұшақтарын да falan onlar олар yapıyor. жасап Çünkü береді. Себебі Пакистанда Американың өте бір ауыр Bu эмбаргосының nedenle астында. Çin'le Pakistan Осы arasında себепті Қытай мен ekonomik bir Пакистанның sürü, арасында бірқатар anlaşmalar var. келісімшарттар бар. Şöyle düşünün. Былай түсінесіз. Pakistan'ın da Çin'in Пакистанды yanında yer Қытай aldığını жағында düşünsek. деп алсақ, Şurayı мына kapatın. жерді жабыңыз, Burayı da kırmızı yapın. мына жерді қызылға бояңыз. Farkında mısınız? Байқап Asya тұрсыз ба, kıtasına giriş Азия yok. құрлығына кіретін кіріш жоқ. Азия құрлығына kıtasına кіре giriş yok. алмайсыз. Bir Тек tek giriş бір kaldı. ғана кіретін Koca жол бар. Asya Орасан kıtasına зор Азия girmeniz құрлығына için, кіруіңіз geçmeniz үшін тек gereken қана bir бір yer, bir бос tek жер қалды. boşluk kaldı. Бұл жердің де O не da ne екенін biliyor musunuz? білесіз бе? Şuradaki boşluk Мына neresi? жердің бәрі Şurası түрік Türk Devletler мемлекеттері Topluluğu. қауымдастығы. Қалай? Nasıl? Өте маңызды, өте бір шешуші жер. İşte Міне біздің başından әу beri баста söylediğimiz айтып жүрген Türk түрк Devletler мемлекеттері Topluluğu niye қауымдастықтарының beraber ortak hareket бірге ediyor әрекет kavramını етуі, bir kez тұжырымдамасын daha тағы бір рет hatırlayanlar var. еске түсірудің Buradaki пайдасы бар. Pakistan'ı Мына alırsanız жердегі diyorum bakın. Пакистанды Şurası алып Afganistan. қарасаңыз деймін, мына жер Şurası Ауғанстан. Pakistan. Kapatın burayı. Осы жерді жауып қарасақ, Yani егер де әуе hava кеңістігін sahasını жабатын kapattığınızda ne kadar болсақ, hava sahasının әуе ne kadar кеңістігін önemli olduğunu жабудың anlatmak adına söyleyeyim. қаншалықты маңызды Geçen gün екенін İsrail түсіндіру үшін сөйлеп тұрмын. Кеше ғана Израиль президенті Әзірбайжандағы жиналысқа бару үшін ұшаққа мінді. Түркия рұқсат бермеген үшін бара алмады. Ираннан да рұқсат алатын күйі жоқ. Басқа өлкелерден де ала алмайды. Автоматты түрде оның қалауы жойылды. Олар біраз нәрселер айтады. Түркияға альтернатива ретінде Грецияны қарастыруға бола ма дейді. Иә, болады. Бірақ оның бір-ақ жолы бар. Грецияны алып Түркияның жеріне қоясыз. Қараңыз, географиялық ерекшелігіңізді өзгертпейінше ешбір мемлекетке альтернатива бола алмайды. Бұл көп талқыланады. Мысалы, Америка қазір Грецияға өте көп инвестиция қаржы құюда, құя берсін, қалағанша құя берсін. Сіз Түркияның геополитикалық позициясына қараңызшы. Кім қайдан өтем десе де осы жерден өтуге мәжбүр. Мұнай, табиғи газ, бағана өзің айтқан бірқатар жолдар. Мына жерден бастап Әзірбайжан, Армения ары қарай мына бөлгеге өткіңіз келсе, жалғыз ғана бір ғана ашық есік, бос алаң, ол Түркия және түрік мемлекеттері. Және түркі мемлекеттер қауымдастығы бұл қауіпті біледі және өте жылдам алға жылжудамыз. Қараңыз, жақында ғана түрік мемлекеттер ұйымы ортақ әліппені шығарды және ортақ қор жасады, бекітті. Ол жерде ақша, ортақ қор пайда болады. Тамаша. Яғни түрік мемлекеттер қауымдастығы бұдан бұлай басқа бір жолға тұп-тура кетіп бара жатыр. Ортақ бір әскерге, ортақ бір қарулы күштерге, оның үстіне жасалған бірқатар келісімдер де бар. Бұл жердегі мемлекеттер ортақ бір әскер құруға, әрбірі өзін осыған дайындауға. Меніңше Түркия достарымен, бауырларымен бірге Пакистанның мысалында өз блоктарын құруда. Және бұл блок өзі шешім қабылдай алатын, өз-өзін аяқта ұстап тұра алатын. Экономикасы, энергиясы және әскери қуаты бар мемлекеттермен құрастыруда. Меніңше мына жерді еш ұмытпаңыз. Таң атқаннан бері барлығы қып-қызыл жерлерге қарауда. Бірақ мына әппақ боялған жерлер өте маңызды. Қазір осы ақпен боялған жерлер 10 есе маңызды. Бұл жерде энергия бар, бұл жерде экономика бар, бұл жерде түрік мемлекеттері қауымдастығы бар. Көп айтылатын мәселе Түркия бөлінеді ма, бөлінбейді ма? Достар, Түркия үлкейеді. Бұл бөліну хикаясы мынадан. Үлкейеміз дегеніміз ол Түркия барып біреудің топырағын тартып алады, я қорғаушысы болады, панасын алады деген емес. Ондай мағынада айтып тұрған жоқпын. Түркия біреуге гарантия болады деген мағынада емес. Түркия өзінің геополитикалық маңыздылығымен байланысты өседі. Бүгінде мысалы біз Африкада бармыз, солтүстікте шыққан ядролық қару хикаясы бар.
өтуде. Haftaya salı onları konuşacağız. Бүгін түсіндіруге тырысып жатқанымыздың ішінде Түркия қорғаныс өнеркәсібінің үлесі бүгінде елге кіріс болып оралуда, достар. Түркия экономикасына мықты бір кіріс болып қайтып келуде. Оның ең қарапайым мысалы, басқа тіпті жерлерден де іздеудің қажеті жоқ. Түркияның энергетика министрі мәлімдеме жасады. Осыдан бір жыл бұрын Габарда өндірілген мұнай 27 мың баррель болса күніне, бүгінде ол 57 мың баррель. Кейбіреулер қуат көзіне неге мұнша ақша төлейміз дейді. Бұл оның анықтамасы да емес. Бұл жерде Түркияның өзінің бір саясаты бар, және ол саясаттың нәтижесін бәріміз басымыз бүтін көреміз. Жақын кезеңдерде Түркияның шығу есігі мына жер, достар. Тура мына жерлер. Түркі мемлекеттері қауымдастығы. Түркі мемлекеттері қауымдастығының бір-бірімен бірге болу үшін жасаған жаңа тұжырымдары. Олар көрмейді дейсіз бе? Мысалы, Түркменстанның президенті, Қазақстанның президенті көрмейді деп ойлайсыз ба қауіпті? Оны бәрі біліп отыр және дайындық жасауда. Сіз я осы блоктың ішінде қаласыз және соғыстың бір бөлшегі боласыз. Я бір басқа блок құрып тарапсыз қаласыз, нейтралитет ұстайсыз. Мәселе сізді тарапсыз қалдырмайтынында. Бұл істің ең жаман тұсы да осы. Әлсіз болсаңыз сізге тарап шешуге мәжбүрлейді, тура Украинадағы сияқты. Сізден соғыстың бөлшегін жасайды. Мысалы, Швеция мен Финляндия соғыс басталмастан бір ай бұрын мәжілісі қарсы пікір білдірсе, соғыстан кейін 2 айдың ішінде тура сол мәжіліс иә деп оң пікір білдірді. Қараңыз, сонша көп адам бір айдың ішінде тура сол мәселе бойынша пікірін қалай өзгерте алады? Бірақ біреудің алдына мәселені тікесінен қоятын болса, яғни қауіп бар екен білсе, біреу аузын ашады ма? Біздің тарапымыз жоқ еді, біз Финляндия ретінде ешкіммен соғысуды қаламаған едіміз деп біреу айтты ма? Біз бейбітшілікті қолдайтын бір мемлекетпіз деп біреу айтты ма? Түсініспеушілік болды ма? Неге? Себебі ұлттық бірлік пен ынтымақ бар. Бұның аты осы.